Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта біз ArcGIS бағдарламасын ноутбукке немесе компьютерге қалай орнату керектігін үйреніп боламыз. Ең алғашқы жасайтын нәрсем бізде осындай папкамызды, яғни ArcGIS бар папканы тартып алуымыз керек болады. Оны мен Google дискқа немесе Яндекс дискке салып қоятын боламын. Бірінші біз папкаға кіреміз. Осы жерден папканың ішін бізге ең бірінші лицензияны орнату керек болады. Ол үшін мынау лицензия батырмасын қосымшасын орнатамыз. Бәрімен соглашаться етеміз, келісеміз, окейді басамыз. Енді осы жерден next батырмасын басу арқылы біз мына жерде біз өзіміздің соглашениеміз, яғни соглашениеміз береміз. Далені басамыз, осылай қай жерге орнатылатыны көрсетіліп тұр. Next'ті басамыз, және установкасы жүретін болады. Сәл күтеміз. Енді finish батырмасын басу арқылы бізде окошко ашылу керек қазір. Осы жерден бізде ең бірінші start және stop деген жерден stop деген басамыз лицензиясын, және X-ті басып шығып кететін боламыз. Енді келесі кезекте біз сервис несіне барамыз, документіне. Документті ашу арқылы біз документті біріншіден қараңдар. Мышканың оң жағын басу арқылы біз открыть с помощью блокнот дегенді ашатын боламыз. Менде ол стандартны осылай ашылады. Блокнотпен, яғни осы жерден бізде ең бірінші мынаны өзгертуіміз керек. Сендерде ол басқаша тұруы мүмкін, мысалға былай жазылуы мүмкін. Мысалы осылай жазылып тұруы мүмкін кейбіреуінде. Оны біз өзіміздің компьютеріміздің атымен бірдей қылып өзгертуіміз керек. Ол үшін біз өзіміздің компьютерімізге барамыз. Осы жерден свойствоға бару арқылы біздің мына жерде имя устройство деген жерде компьютеріміздің аты тұрады. Осы жерден копировать етеміз, немесе менде қазір Windows 11-де копировать етіледі имя устройство. Егер де сендерде Windows 10 немесе одан да төмен болатын болса, тура соны копировать етпей, бізде қалай бар, солай тура сол апарып жазатын боламыз. Яғни қолмен ручной жазамыз, клавиатурамен. Алып келіп қоямыз, файлды сохранить етеміз, және қайтадан шығып кетеміз. Енді бізде мына жерден сервис деген файлды біз копировать етеміз. Мен Ctrl-C-мен басам, немесе бұлай копировать етеміз. Одан кейін біз компьютердегі локальный диск C дегенге барамыз. Осында бізде program files деген бар. 86 деген осыған барып, бізде ArcGIS деген папка ашылды. Осы ArcGIS деген папкаға барып, лицензия папкасына өтетін боламыз. Енді осы жерде бізде bin деген папкасы бар. Осы жерге біз жаңада алып келген копировать еткен файлымызды вставить етеміз. Яғни алып келіп қоямыз. Продолжить басамыз. Мына біздің файл ішіне енді келесі кезекте бізде ArcGIS-тің өзін орнатамыз. Егер де ArcGIS-тің орысша версиясы керек болса, мынау desktop Russian деген батырмасына барамыз. Папкасына немесе бізге ағылшынша версия керек десеңдер, мына версиясын орнатамыз. Біз орысша версиясын орнатып көрейік. Орыс тіліндегі setup батырмасын басамыз, done басамыз. Осы жерде енді далее кнопкасын басып, лицензиясына соглашение береміз. Полныйды басамыз. Қай жерге орнатылатыны көрсетіліп тұр. Далее бұл жерге тиіспей қоямыз, яғни қай жерге түсетіні бұл диск C-ға түседі, сондықтан оны өзгертудің қажеті жоқ. Далені басамыз. Далее мына жерде бізге бұл нәрсе қажет емес, установкасын жасаймыз. Енді бұл установка компьютердің немесе ноутбуктың характеристикасына байланысты өзгеру, яғни уақыты ұзақ болуы мүмкін, немесе қысқа болуы мүмкін. Сәл күтетін боламыз. Біреулерінде жарты сағат болуы мүмкін, біреулерінде 15 минут болуы мүмкін деген сияқты. Міне бізде дайын болды. Енді осы жерден готованы басамыз. Бұл жерден біз X-ті басып шығып кетеміз.
міне бізде мына жерде екі файл тұр. Осы екі argis және offcore деген файлдарды орнататын боламыз. Енді біз бірінші копировать етеміз argis деген файлды және оны осы bin деген папкаға апаратын боламыз. Осы жерге біз program файлсқа кіреміз, argisке кіреміз, desktop дегенге барамыз. Біз жаңа лицензия орнатсақ, это desktop-тың ішіне орнатамыз. Bin деген папкасына барып, продолжитті басамыз. Осында саламыз. Енді келесі файлды алып келеміз. Оны да копировать етеміз. Және алып келеміз. Bin деген папкасына алып келіп, замена жасайтын боламыз. Енді келесі кезекте бізде argis-тің өзіне кіріп көрейік. Енді біз поиск деген жерге барып, ағылшынша argmap дейміз. Яғни argmap қосымшасын оратамыз argis-тің ішінде. Осының ішінен енді басамыз файлды. Бізде барлық орнатылды, ашылып керек. Қазір кезде argis 10.8 деген нелері бар, жаңа қосымшалар, бірақ менде бар орысша версиясы осы, сондықтан осы версиясын орнатамыз. Оқу мақсатында осы версияда бізге жарайды. Мына бізге бағдарламасына кірді. Енді қараңдар, осы жерде бізге өзімізге керек қосымшалар болатын болса, біз оны настройка бөліміне кіріп, панель инструментов, осы жерден мына керек немізге қарай, функциямызға қарай бізде жанына барып галочкасын қоямыз. Мысалы, рисование дейік. Галочкасын қоямыз. Бетіне былай шығу керек окносына. Яғни осылай біз өзіміз керек қосымшаларын ората береміз. Міне шықты. Осыны алып келіп астына былай қойып қоямын. Және де argis-пен осылай жұмысты бастаймыз.